Достар, бүгін үй жағдайында мохито лимонадын дайындаймыз. Менің арнама жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта көп жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Бұл мохито лимонады ыстық күні шөліңді қандыратын нағыз бірден бір сусын. Ең алдымен лайм, апельсин, мята яғни жалбыз үшеуін жақсылап согын шығарып езіп аламыз. Кейін оны ыдысымызға шырынымен бірге осылай саламыз. Мұз кесектерін салып жүрсеңіздер болады, өз қалауларыңыз бойынша. Оның үстіне лимонды сығып салып жібереміз. Барбадос сиробын құямыз, яғни мохито дәмімен. Тоңазытқыштан шыққан газдалған сап-салқын суды үстіне құямыз. Мен мұз кесектерін қоспай, газдалған суысынды тоңазытқышқа қатты салқындатып алдым. Қасықпен араластырып жүрсеңіздер де болады. Мінекей, үй жағдайындағы мохито лимонадымыз дайын. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Бұл сусынды аш қарынға өте мұздай кезінде ішпеуге тырысыңыздар. Мінекей, осындай барбадос мохито сиробын қостым. Менің арнама тіркеліп, видео ұнаса лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Жаңа видеода кездескенше достар.